Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сметанниктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттардың барлығын описаниеге жазып қоямын. Ең алдымен қамыр қопсытқышты ұнымызға саламыз. Одан соң қантымызды саламыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Енді осыны жақсылап қолымызбен үгітеміз. Бізде біркелкі крошка шығуы қажет. Міне бізде осындай крошка шығады. Одан соң оған бір жұмыртқамызды саламыз да жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сол үшін қаймағымызды алып, оған қант пен жұмыртқамызды салып, жақсылап біркелкі масса шыққанға дейін араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, оны екіге бөлеміз. Жартысын формамыздың астына төсейміз, ал жартысынан бортиктер дайындаймыз. Форманың диаметрі 22 немесе 24 болса болады. Мендегі форма 22 диаметрлік. Қамырды осылай мен сияқты қолмен жайсаңыздар да болады, немесе оқтаудың көмегімен жайып төсесеңіздер де болады. Енді шетін тегістеу үшін мен шанышқыны қолдандым. Енді алдында дайындаған қаймақты салмамызды осы қамырымызға құямыз. Енді қызып тұрған 180 градус пешке 35-40 минутқа жібереміз. Бізде осындай болып піседі. Оның пештен алған бетте ортасы жұмсақ, піспеген сияқты болып тұрады, бірақ та 2-3 сағат бөлме температурасында тұрғаннан кейін ол өзі қатаяды. Міне достар, тураған кезде осындай болып шығады. Өте жұмсақ, нәзік. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.